Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Әмір ғашық болған қуыршақ туралы. Араб ертегісі. Ерте заманда бір адам болыпты. Ағаштан түйін түйген, 10 саусағынан өнері тамған шебер екен. Әйелі екеуі келістіріп соғылған еңселі үйде бақуатты тұрыпты. Бірақ қабақтары жазылмай үнемі тұнжырап жүреді екен. Оның себебі олар бір перзентке зар болса керек. Қаңыраған үйде екеуден екеу іштері пысып, көп уайымдағанмен, құдіреті күшті Алланың маңдайға жазғаны ғой десіп, тағдырдың салғанына көніп жүре беріпті. Тек кейде ерлі зайыпты екеу қосылып, шіркін, мына көңілсіз тіршілікке әр кіргізіп, көңілімізді демдеу үшін қайтпек керек, деп әңгімелесіп қояды екен. Бір күні әйелі күйеуінен тірі бала сияқты қуыршақ жасап беруді өтініпті. Қол боста ермек қылып отырар едім, дейді. Шебер зайыбының сөзін жерге тастай алмай, неше күн бойы тынбай жұмыс істеп, ағаштан ойып, үлкен қуыршақ жасапты. Қуыршақ аса әсем болып шығады. Бойы, дене бітісі бой жеткен қыздан аумайды. Шебердің жұбайы сандығына тыққан небір асыл маталарын алып, қуыршақ қызға сәнді киім-кешек тігеді. Киіндіріп, жасандырып қойғанда, қуыршақ ұзатылар уақытысы жеткен қалыңдыққа ұқсайды да қалады. Ендігі жерде әйел қызын терезенің алдына отырғызып қойып, күн ұзақ тамашалаудан бір жалықпайды. Шебер үйінің қарсы бетінде сол өлкенің әмірінің сарайы бар екен. Әмір әлі үйлене қоймаған жас жігіт еді. Күндерде бір күн әмір ерте оянып, терезеден сыртқа көз салса, қарсы үйдің терезесінен бұған ай мен күндей бір сұлу қыз қарап тұр. Қыз қасын керіп, кірпігін қағып, жымиғандай болады. Өнері асқан шебер қуыршақты адамның қимыл қозғалысын бет әлпетіндегі өзгерісті айнытпай салатындай етіп жасаған еді. Қыздың жайдары күлкісі жігіттің жүрегіне шоқ түсіріп, әмір сол сәтте-ақ сұлуға ғашық болып қалады. Әр алуан ыммен ишаралап, маған тұрмысқа шығасың ба, дегенді білдіреді. Қыз жігіттің ұсынысын құп алғандай көрінеді. Сонымен не керек? Әмір үйленуге бел байлап, шебердің үйіне құда жібереді. Ол кездің халифалары мен әмірлерінде бір қызық салт болыпты. Кімде-кім үйленгісі келсе, қыз әкесіне қыздың салмағына пара-пар алтын береді екен. Сондықтан да құдалар қап-қап алтын арқалап, шебердің үйіне келіп кіреді. Кірген соң айран асыр болған шебер мен оның зайыбына бұл келістерінің мәнісін ұғындырады. Шебер де, әйел де қатты сасады. Шындықты айтуға, менің мазақ еткілерің келген екен ғой, деп ашуланама деп, әмірден сескенеді. Айтпасқа тағы болмайды. Содан шебер, не де болса айтып өлейін, деп сөз бастауға оқтала бергенде, әйелі түртіп тоқтатады. Дымың ішінде болсын, ләм-мим деп тіс жарма. Маған бір ой келді, дейді сыбырлап. Бұл екі арада құдалар бөлмеге таразы алып келіп, таразының бір басына беті орамалмен бүркеніп, малына киіндірілген қызды отырғызады да, екінші басына алтын сала бастайды. Қуыршақ аса қатты,
сүйегі ауыр ағаштан ойылып еді. Әрі түрлі темір шеге, бұранда, серіппелер де көп болатын. Сол себепті де құдалар бүкіл әкелген алтынын үйіп, таразы басын зорға теңестіреді. Содан той болатын күнді белгілеп, тарту таралғысын қалдырып, әмірдің сарайына қайтады. Әні-міні дегенше, кесімді уақыт өте шығып, той күні де келіп қалады. Ол заманда қалыңдық ата-анасымен, туған-туысымен бірге шаһарды бір шарлап шығып, содан соң ғана күйеудің үйіне баратын дәстүр бар екен. Шаһардың халқы таң сыз берісімен-ақ әмірдің ғашығын көрмек ойман қала шетіндегі қалыңдық жүреді-ау деген жерлерге лық толып қалады. Шебер мен әйелі үйден шығып, қуыршақты күймеге отырғызады да, өздері оның екі жағына жайғасады. Күйеу әйеліне: "Енді не істейміз? Сырымыз ашылса, құрыдық", дейді үрейленіп. Әйелі күйеуінің құлағына сыбырлайды: "Егер сенің ойыңа ештеңе келмесе, мені тыңдап, айтқанымды жадыңа тұтып ал. Біз серуендеп жүріп, шаһар құдығына келгенде, қалыңдық шөлдеді, су ішкісі келеді дейміз де, құдықтың қасына барған соң, күзетшілердің көзін ала беріп, қуыршақты шыңырауға итеріп жібереміз", дейді. Мұны естіген шебердің жүрегі орнына түскендей болады. Күйме құдыққа таянғанда аял жасауды өтінеді. "Күн қайнап кетті, қызымның су ішкісі келеді", дейді. Күйме тоқтаған соң, ерлі-зайыпты екеуі қалыңдықты қолтықтап түсіріп алады да, құдық басына қарай алып жүреді. Құдықты айналдыра биік дуал соғылып, үстіне қызылды жасылды шатыр тігіліп қойған екен. Қалыңдық анасымен бірге дуалдың ішіне кіріп кетеді де, қалған жұрт сыртта қала береді. Аңдушы жоқтығына көз жеткен соң, әйел қуыршақты құдыққа тастап жіберіп, кетуге ыңғайланып, бұрыла бергенде, шыңырау түбінен күңіренген дауыс естіледі: "Рахмет жаусын саған, мейірбан жан, мен су патшасымын. Жазылмас дертке шалдығып, жүріп тұрудың қалғаныма көп болған. Арқама шыққан бітеу жарауға су асты тәуіптерінің бірде-біреуі шипа таба алмап еді. Енді міне, сен тастаған ауыр зат тура жараның үстіне түсіп, аузын жұлып әкетті. Сыздаған ірің сыртқа ағып, сырқатымның құлан таза айыққан сыңайлымын. Ғұмыр бойы алғысымды жаудырып өтермін саған. Қандай тілегің бар, айт", дейді. Әйел қуанып кетіп бар сырын айтады. Су патшасы оның сөзін бөлмей мұқият тыңдайды. "Абыржыма, мен саған қуыршақтың орнына өз қызымды беремін", дейді. Айтып ауыз жиғанша, құдықтан қасы көзі қиылған, айдай сұлу бір қыз шыға келеді. Шебер мен әйел қуаныштары қойнына сыймай, қалыңдықты күймеге отырғызып алып, әмірдің сарайына бір-ақ тартады. 7 күн, 7 түн бойы ән шырқалып, күй тартылып, ұлан-асыр той өтеді. Сұлу жүзді, сынық мінезді жас келін әмірге де, тойға жиналған халыққа да бек ұнайды. Сөйтіп бәрі де мұраттарына жетіпті. Тек шебер содан қайтып, қуыршақ жасауды үзілді-кесілді қойыпты дейді.